Тамаша. Тамаша. Үлкендеу қылып жазамыз. Мен көретіндей етіп, иә, жарайсыңдар. Міне демейміз, тыныш қана көрсетеміз. Р. 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 Жарайсың. Дұрыс жазасыз. Аяғын сөз. Тамаша. Тамаша. А. А. Аның кіші әрпін жазамыз. А. Жарайсыңдар. Кәні? Тамаша. Енді оқимыз, қандай сөз шықты? Тамаша. Ара деген сөз шықты екен, е? Енді қайтадан астына жазамыз. А. А. Өшірсек болады, балдар. Жазған сөзімізді өшіріп тастаймыз. Егер де симаса, өшіріп тастап, қайтадан жазсақ болады екен, е? Жақсы. А. Енді кіші дыбысын жазамыз, аның. А. Бас әріппен емес, кіші әріппен. А. А дыбысы қандай дыбыс, балалар? Қызыл демейміз, дауыс. Дауысты. Яғни дауысты дыбыс қандай ұяшыққа орнатылады екен? Қызыл. Тапсырма өте қызықты, я? Біз жазамыз, соңында өшіреміз, яғни әріпті есте сақтауға, дыбысты есте сақтауға өте керекті дүние екен, я? Балалар 42 әріпті күнделікті жаттап, күнделікті жазып жүреміз дәптерімізге, дұрыс па? Өзіміздің Шимай деген дәптеріміз болу керек. Маған қараңдар, маған қара. Шимай деген дәптер болу керек, дұрыс па? Шимай деген қандай дәптер? Черновек, я? Күніге соған әріптерді жазыңдар. Аналарың айтып тұрсын, А дегенсе, А деген әріпті жазып үйреніңдер, түсінікті ма?